ең бірінші кейс ол Әлия Назарбаева рейдерство жасаған. Әлия Назарбаева неге кетіп қалды ол Москваға? Москваға кетті. Москва не үшін кетіп қалды? Марқұм Болат Назарбаев, оның айналасында адамдар бар ғой. Олардың почерк преступника дейді. Оларда бір почерк. Қайрат Сатыбалды алатын болсақ, 10 бригадасы айналасында істеген адамдар. Олар басқа почеркпен істейді. Ұрып соғып, Ұрып соғып, ұрлап, қорқытып, пышақ тақайма, пистолет тақайма, сөйтіп алып кетеді. Фас дейді, анау жүгіреді. Бұл әділеттік іздейді. Құжаттары бар, бірақ өздері қорқады. Бізде Қазақстанда ең бандит күшті мықты кім болды? Режи Алмас. Соның кірішісі болды. Ол кезде шыны керек, енді сол кезде Режи Алмас өте көп адам бизнесті қорғап жүрді. Өзі даже вымогательство жасады. Сол Нигматуллин айналасы, жанұясы, туған туысқандары билікте боп істеген істеді. Алатын алды, жеген жеді. Өзіңіздің арыңызды мазалайтын бір оқиға жағдай бар ма? Қолдық көрсеттім оларға біраз, шырылдаттым, шыны керек. Олардан кешірім сұрамайсыз ба? Официально? Енді жеке сұрайды. Осы жерде кішкене пафос болып кетеді. Қай кезде ақыл кірді? Ақыл әлі кірген жоқ.